Hi guys. Biz бүгін Қазақстан тауына шығайық деп, жолға шықтық. Бірақ та, остановкадан біз дұрыс түспей қалдық. Но, сонда да мәзбіз. Енді кетіп бара жатырмыз, жаяу. Вроде алыс емес сияқты, қазір көреміз. Maybe we could try it next week again, but I don't wanna think we're toxic, but who cares? 5 жыл бұрын жас қыз еді. тура осы күні последний раз бантик тағып, последний раз рубашка киіп, последний раз күшті болып киініп, туфлиміз киіп қоңырауға кетіп бара жатқанбыз, сағат неше? Ну, как раз, он добастал сюда, обычно снеди тоже. Я тоже не Я... сон отрад, нет. Ауыл вайп сезіп тұрмақ күшті, I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me, cause everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. I not say hello to my followers. Hello, my friends. Вот, наконец-то почти тауға жеттік. Подожди. Алматыда тауға шығып барсаңыз тура осындай көріністер болған болатын. И этот destination ұзақ болған деп пе? Наш көреді? Айнұр, не дейсің? Қалай шығып келесің? Күшті деп аласыздар. Қиын болды ма? На жақтың барлығынан шыққан? Жоқ, шаршадың ба? азын. Қазір есен сағаш қаған кезде аяғым сауырады жоқ, қазір нормально. Let's go! We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again, but I don't wanna think we're toxic. Короче, біз тауға шығамыз деп күшті кісілермен таныс болдық, кездесіп қалдық. Если что, біз этот видео түсіруге тырысамыз ол кісілермен. А вообще в целом Қазақстан тауы күшті екен. Советуем. Күшті. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we used to say
негізі шетелден келген адаммен күнделікті араласып жүрген қазақтардың айырмашылығы барсақ более бір бақытты сияқты көрінеді. Көздері жанып тұрған, обращениесі тоже андай как честный адам сияқты да. Мысалы сөйлеспей тұрған адамды негізі араласпай қойса да болады ғой. Ну, как приветливый адам сияқты маған сөйлеп, мен хотя ағылшынша білмеймін, вообще орысша да қатты сөйлеген жоқпын ана жерде араласып. Тем более танысқан адаммен қатты сөйлесе алмаймын. Сол мен әңгімеге тартқысы келді, күшті кісілер екен. И более ағылшын тілін оқуға деген шабытты оятуға біраз шаг жасадым негізі. Так, менің бүгінгі демалысымызға өте прям көңілім толды, вообще классно болды. Ну, біз басында ойлағанбыз ғой, просто тауға шығып қайтайық деп, просто бізде бүгін демалыс болды да. Басында біз артында бір кісі келе жатқан. Сосын біз ойладық, ана кісі бір түрлі болып көрінді бізге. Сосын, ну ладно, мән бермей қояйық деп, біз өзімізден әрең деген шықтық, еттігімізді басып, сосын өзіміз ана жерде отырдық, әңгімелесіп отырдық, тамақ жеп отырдық. Ну, ана кісі жоқ болып кетті потом. Сосын біз біраз где-то 15 минуттан кейін, вроде 15 минуттан кейін басқа кісілер келді. И ну, біз ойладық, просто адамдар жай жүр деп. Сосын вроде қарасақ, ағылшынша сөйлеп жатқан сияқты да. И біздегі ого деп бір-бірімізге айттық, но хотя біз бір-бірімізбен сөйлесіп отыра бердік сол кезде. Сосын ол кісілерге мен хай дедім, и ол кісілер тоже сөйлескен, біз тоже сөйлескен, солай бірталай жүрдік. Өзіміздің дестинейшнға дейін ол кісілермен сөйлесіп бардық, ну вообще өте классно тоже ощущение. Барлығы болады, прям, и тем более менде ағылшынша сөйлемеуге өте көп уақыт болған, так что менде өте күшті экспириенс болды деп айта аламын. Ну вообще в целом бүгінгі күніміз өте күшті өтті. I like it. Қандай мемлекеттерге саяхаттағың келеді? Неге саяхаттамай жүрсің все еще? Негізі средства жоқ негізі. Может сылтау, я, может сылтау. Плюс мен ести саяхаттасам жалғыз барғым келмейді. Сол үшін өзімен бірге жүретін адам керек, я. Осы жазда не істемек ойың бар? Осы жазда бір жерге саяхаттап баратын шығармын деп ойлап жүрмін. Хотя бы бір жарты айға болсын. Кстати, біз бар ғой, жаңа айттық қой. Біз шетелдік адамдарды кездестірдік, если что, видео түсіреміз деп алдық та, біз түсірмей кеттік олармен. Мен басында кішкене ойлан қалдым. Блин, может сұрасақ, кішкене ұят болып қала ма деген сияқты ше. Біртүрлі болып қала ма деп, сосын ол кісілер әңгімесін айтып жатты, как түскенде бір. Ну, негізі біртүрлі емес еді, просто біз әңгімемен өзімізбен жүріп кеттік, ұмытып кеттік. Қай жақтан келген еді негізі? Британия, Англия ма? Россиядан және де Англиядан келген. Сен не істейсің жазда? Білмеймін пока. Не ойлап жүрсің? Не армандап жүрсің? Ну, вообще, конечно, демалғың келеді ғой жазда, тем более қаншама жұмыс істеп и бәрін жалыққан кезде, конечно, демалғың келеді. Но пока білмеймін даже. Нақты жоспар жоқ, но бізде так демалыс какой-то странный. Күшті погода болып тұр, негізі желмен, тауға шыққанда да жел соғып біраз. Тауда вообще салқындау екен негізі, күшті. Барып қайтыңыздар. Негізі тауға барған кезде тауда вообще бөлек атмосфера. Ол жақта адамға идеялар келеді, inspiration келеді, и может тоже шабыт келеді. Өте күшті энергия алып қайтасыз. Егер де мысалға бәрінен шаршап жүрсеңіз, біз сияқты емес енді, біз нормально. Вот. Жұмыстан шаршасаңыздар, тауға шығып, табиғатпен бірге жүрген жақсы энергия береді негізінде. Сосын Аружанның блогын көріңіздер, подписка бөліне, подписка лайк жасап кетеміз. Пока!